Сенің өміріңді өзгертетін бір секрет бар. Бір кәдімгідей секрет бар. Бұл секрет сенің өміріңді төңкеріп тастайды. Самый странный секрет. Ең біртүрлі секрет, бұл біртүрлі секрет. Бірақ соны егер де білсең, онда бұл сенің өміріңді өзгертеді. Және де бірден айтайын, бұл жерде ешқандай бір мотивация болмайды, бұл жерде ешқандай бір жай ғана айттым, қоя салдым дегенде емес. Біз қазір практика жасайтын боламыз. Практиковающий заданиялар бар бұның ішінде. Сондықтан да достар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Осы комментарийға өздеріңіздің идеяларыңызды қосыңыздар, ойларыңызды қосыңыздар. Бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Бұл олар үшін өте маңызды болып келеді. Әрбір адам үшін өте маңызды болып келеді. Окей. Егер де біз қазір бір 10 шақты адамды алайық, олар бір 40 жылдан кейін қандай болатынын ойлап көрейік. 40 жылдан кейін бір 50-55-ке толған кезде, сондай жасқа жеткен кезде қандай болады? Олардың арасынан біреу кәдімгідей мықты бай адам болады, дәулетті, кез келген нәрсеге ақшасы жететін адам. Одан кейін қалған бір 2-3-еуі финансовый тұрғыда, қаржылай тұрғыда тәуелсіз болады. Ол жерде де бір ақша бойынша проблема бар. Қалғандары бір 5 адамдай, біз 10 адам дедік қоя, мінекей, 1 адам кетті, 3 адам кетті, 5 адамдай, жоқ 5 емес, бұл жерде бір тағы да 3 адамдай бір жақсы жерде жұмыс жасайды, өте жақсы жерде жұмыс жасайды. Ал қалған адамдар, олар мүлде жұмыс жасай алмайды, олар мүлде бүкіл жерде оларда проблема. Бұл неден? Бұл өз кезегінде бірнеше себептен бар. Бірінші демей қойын, жалпы айтайын осылай, адам фокус қоя алмайды. Адамның нақты мақсаты жоқ. Окей, мен былай жасадым, мен былай жасасам екен, мен қалай жасасам екен, мен егер де былай жасағаным дұрыс па екен, былай жасағаным дұрыс па екен, менің мына жұмысым бар, адамда фокус жоқ. Адам әртүрлі нәрсеге қарай бел буған. Адамда фокус жоқ, мүлде фокус жоқ адамда. Бұл басты проблема болып келеді. Бұл қазіргі таңдағы басты проблема болып келеді. Әлем қазір басқа жаққа қарай дамып жатыр. Әлем максималды тұрғыда өте қиын жолмен бара жатыр. Бүкіл қазір соцмедиалар, бүкіл қазір түрлі жағдайлар, бүкіл қазір рекламалар сені миыңды жаулап алған, сені миыңды улап алған олар. Олар сенің әртүрлі бағытта кеткенді қалайды. Және сенің әртүрлі бағытқа кеткенің түбінде сенің успешный болмауға алып келеді. Ал керісінше жаңаға жарнама жасайтын адамдары успешный болуға алып келеді. Және егер де сен үшін бұндай жаман қатарды болмау үшін саған бірнеше нәрсені білу керек. Бірінші, успех деген не? Успех деген ол сені миллион таптың деген сөз емес. Успех деген ол сенің астында 3 Lamborghini немесе жанында 4 әйелің бар деген сөз емес. Успешный адамды сенің өмірің саған ұнаса болды. Ұнаса және де бұл сені дұрыс жолға алып кете болды. Мысалы, егер де сен мұғалім болсаң, және де сен бұл мамандықты сүйіп, ұнатып таңдасаң, мұғалім болуды, онда сен успешныйсың. Егер де сен ана болсаң, және де сен шынымен де осы ана болуды қаласың, сен шынымен де балаларды жақсы көрсең, онда сен успешныйсың. Егер де сен бір әнші болсаң, және де өзіңді әніңді шығарсаң, сен успешныйсың. Сен егер де бизнесмен болсаң, және де сен бизнес жасайсың, неге? Өйткені бұл сенің бала кездегі арманың болды. Демек сен бұл бизнес жасасаң, сен успешный адамсың, сен табысты адамсың. Бұны біліп алғаннан кейін келесі, саған енді дәл осы жерге фокус қою керек. Успешный болу үшін жай ғана, окей, мен ұнаттым деп қоя сал қажет емес. Сен сол жерге кәдімгідей жақсы көру керексің, сен сол жерге фокус қою керексің. Ендеше бұны қалай қоямыз? Кеттік. Бағана басында айтқан практикалық заданиялар, практикалық тапсырмалар. Бір, өзіңнің нақты алдағы уақыттағы 1 ай
бір ай уақытта мен кеше ғана осы бір тапсырманы жасаған едім. Мінекей артта тұр тақтада. Бір ай бойы сенің ең басты мақсатың не? Соны карточкаға жаз. Карточкаға қағазға бір жерге жаз да, оны ешкімге көрсетпе, оны тек жүрегіне жақын тастама, бір жерде сақтап қоя. Бұл бір. Ол жерге сен мен осы жерде 1 миллион теңге тапқым келеді. Немесе мен велосипед алғым келеді, мен мотоцикл алғым келеді, мен скутер алғым келеді, мен өзімнің бизнесімді ашқым келеді деген сияқты нақты мақсат қоясың. Алдағы бір айға. Сен басқа мақсаттар емес, нақты бір ақ қана мақсат, ол нақты болу керек. Нақты болу керек. Нақты деген цифрмен есептелетін немесе басқа да бір нәрсемен есептелетін. Оны білесіздер. Бұл бір. Екінші, сен осы бір мақсат жазып болғаннан кейін максимально тұрғыда сеніп керексің. Окей, мен соған сенемін. Аффирмация сен не айтып отырсың деп айтуларың мүмкін, бірақ аффирмация кейде егер шынымен де шын сенім, іштен шыққан сенім, бұл адамды дұрыс жаққа қарай жетелейді. Бұл адамға қаншама энергия береді, қаншама мотивация береді. Және де басқа нәрселерден алшақ болу, жаман нәрселерден алыс болу. Бұның барлығының комбинациясында сіз бір айда өтесіз. Бір айда өткеннен кейін қайтып бастай бересің. Қайтып, осылайша сен шынымен де өзіңнің армандаған өміріне, армандаған миссияна жете аласың. Және де тағы бір секрет, бұның барлығын мен қайдан алып отырмын? Эрл Карнеги емес, кешірім сұраймын. Аты Эрл, фамилиясы ұмытып қалдым. Кешірім сұраймын. Самый странный секрет деген өзінің гид курсы бар. Гид курс уайымдамаңыздар, бұл ақыл емес. Тегін 1925 жылы шыққан гид курс, бірақ ол әлі де қазір актуальды. Әлі де актуальды тұрғыда сақталған. Ютубта орысшасы бар, қазақшасы жоқ өкінішке орай, бірақ орысшасы бар. Орысшасын күнде тыңдай бер. Осылайша сен өзіңнің нақты мақсатыңды, жаңағы айтқандай фокусыңды қоя аласың. Ендеше достар, көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше, және де I can fly.